көп жастар үйленуді біледі екен да, бірақ еркектің міндеті мен әйелдің міндетін онша мән бермейді екен. Әйеліне де жұмыс істеп қызып қоятын жігіттер бар. Енді бүкіл әйелдер жұмыс істемесін демеймін, жұмыс істегендері дұрыс. Қай жерлерде істеген дұрыс әйелдер? Әйелдердің отыратын садикте, гинекологияда деген сияқты бар ғой өзі әйелдеріңіз. Сол жерде жұмыс істесе болды. Ал еркектердің арасында керек емес жігіттер. Үйленген кезде қатынымды жұмыс істетіп емес, анау 20 мыңды бала шағама жеткізетіндей оған дейін білімін албас. Мына Жетісайда мен құрдасым көп айтам. Қызын ұзатқан, 1 жылдан кейін немерелі болдым дейді. Ой, немерем болсаңа қуанып тұр, бірінші немере десем дейді, қызым айт дейді, әке, осы баланы көтергеннен туғанша Құранды 11 рет оқып шықтым ғой бастан аяқ деп. Арсай мысалға. Уақытын экономдап үлгеріп жатыр да, оғанда да үлгеріп жатыр. Сонда жаңағы жігіттеріміз үйленіп жатқан кезде қатынды жұмыс етіп емес, бала шағама қарайтын қып, үйге қарайтын қып қоямын, ол таппай ақ қойсын, мен өзім бағам деген ниетпен шығатын болсаң, Құдай саған мынаның бәрінің несін береді, ризығын береді. Алла тағалаға түк емес. Ризықты беру Құдайға түк емес, біз сұрап, дұрыс сұрап аламаймыз, дұрыс еңбектеніп аламайды екенбіз да біз ше. Сондықтан некенің несіне бір кішкене тоқтала кетейін. Еркектің міндеті әйел бала шағасын бағу. Әйелдің міндеті не екен? Күйеуіне бағыну. Күйеуіне бағыну, яғни күйеуінің рұқсатымен шығу. Және мына үйге ие болу, күйеуінің үйіне, отбасына аманатқа қиянат қылмай, ар намысын сақтап отыру, мысалға. Көп емес, әйелдікі аса бір көп емес. Сонда мына бір қызықты қарай енді. Мен бір-екі жерлерде айттым, интернетке де шықты, тыңдадыңыздар, тыңдамадыңыздар ма? Еркектің міндеті бағу ғой, қай уақытқа дейін? Қай уақытқа дейін бағу әйелді? Қай уақытта бақпай қойса болады әйелін? Ал? Баласы өскенше бағат, арғай бала бағу керек па бұл екеуін? Баласы болмай қалса ше. Әйел күйеуіне бағыну керек қоя, қай уақытқа дейін бағынады, қай уақытта бағынбай қойса болады? Асырамағанша да. Міне. Енді осының жолдарын айтып берейін. Еркек әйелін, киімін, тамағын, жылы үймен ауырып қалса емдету сияқтылар еркектің мойнында. Қашанға дейін десе, мына 3 жағдайдың біреуі орындалғанша. Біріншісі, егер әйел күйеуінің анасына дауыс көтерсе, еркек ол әйел бақпай қойса болады екен. Бақпа деп атқан жоқпыз. Бақпасаң күнәһар болмайсың енді. Бағам десең баға бер, рұқсат. Екіншісі, әйел күйеуіне бағынбайтын болса. Кеттің ғой жұмысқа. Кешке өліп талып үйге келсең, әйел жоқ үйде. Үй суық, тамақ істелмеген. Қаяқта жүрсің? Ой, ан жақта жүрмін, мына жақта жүрмін. Кинода отырмын. Подружкамыз екеуміз. Бір рет болып қалса ғана емес қой енді ол. Жалпы әйел күйеуіне бағынбайды да. Ондай болса еркек оны бағуға міндетті емес. Бағам десең баға бер, бақпайым десең күнәһар болмайсың. Ал үшіншісі, Құдайға бағынбайтын болса. Ғұсыл алмай жүре береді. Бояп алып, мысалға, ғұсыл алмайды, Құдайдың бұйрықтарын орындамайды. Ондай әйелді бақпаймын десең рұқсат. Бағам десең де рұқсат. Ал әйел күйеуіне бағыну керек қоя. Қашанға дейін десе, күйеуі бақпайтын болса. Екіншісі, бекерден бекер ұрып соғатын болса. Бағынып тұр ана әйел, айтқан бәрін істеп тұр. Құдайдың да бұйрығын орындап жатыр. Анаңа дауыс көтеріп жатқан жоқ, өзіңнің айтқаныңмен жүріп жатыр. Бекерден бекер ұрасың ба? Бұндай еркекке бағынбай қойса болады әйелдер. Бағынан десе өзі білсін. Екінші, еркек бірінші бекерден бекер ұрса, екіншісі бақпай қойса, үшіншісі түнгі ақысын бермейтін болса. 12 мүшесі сау. Анау бір моншалар бар екен ғой бір. Ақша төлеп келетін. Барат, қанағаттанып келеді, өзінің некелі жарына жақындамайды. Бірақ әйел оған бағынып тұр. Міне осы еркекке ер адамдық міндетін атқармаса, сосын бақпаса, бекерден бекер ұрып соғатын болса, осы үшеудің біреу орындалатын болса бар ғой, әйел бағынбаймын десе рұқсат. Тұрмай мен мына еркекпен кетен десе, талақ беру керек па, бермеу керек па? Күйеу, бұл ажырасу үшін әйел.
талақ керек па, керек емес па? Сұрамайды, бағынбай тұр ғой. А? Негізі еркек талақ бермейінше әйел басқа біреуге тұрмысқа шыға алмайды. Ал бірақ мына үш жағдайдың біреу орындалатын болса бар ғой, ана еркектің талағының бір тиынға да керек жоқ. Мен талақ бермеген бәрі тұрмысқа шыға алмайды деген біліп алған ғана бәле. Бермейді да талағында. Жаман пысықта грамотный да бұл жерде ше, ол ше. Осы жерге келгенде ше. Сол кезде бұндай ақымақ адамның талақтың берген бермегені бір тиынға керек жоқ екен. Анау әйел үлкендерге дәлелдейді екен, үлкен кісілерге. Міне мына бекердемеге ұрып соға береді, бірақ талағын бермейді. Мен қалай тұрамын? Немесе ер азаматтық міндетін атқармайды, немесе бақпайды. Үйден шықпаймын, бұл бақпайды. Аштан өлеміз бе мына жерде дейді да сонда. Бір сұрақ. Ислам еркек жаққа шығып кетті ме, әйел жаққа шығып кетті ме? Тең. Тең ғой, тең. Осыны біздің әйелдер біле ме? Біздің еркектер біле ме осы нәрсені, осы қағидаларды? Өзінкін көтеріп айта береміз ба? Иә. Енді тағы бір мәселе, екі түрлі адам бар, өмір бойы лағнетке ұшырайтын. Екі түрлі адам бар, өмір бойы лағнетке ұшырап кетеді деп бір ұстазымыз айтып еді. Біріншісі, әкесі дүниеден өтейін деп жатқанда, маған дүниеңнен қанша бересің деп жағаласқан бала. Анау қырылдап өтейін деп жатыр дүниеден әкесі. Ана көп маған дүниені, анаған қанша бересің, маған қанша бересің деп тұрды ана бала. Ағайындылар да, значит, ана жерде. Осы бала өмір бойы лағнетке ұшырап кетеді екен. Ал екіншісі, тұрмыс құрып, күйеуінен ажырап келгеннен кейін қанша уақыт айда күту керек еді? Ажырасқан әйел. 4 ай 10 күн ол күйеуі қайтыс болған әйел. Ал ажырасқан әйелдікі 3 ай. 3 ай дегенде 3 етек кір ғой енді. Осы 3 ай күйеуімен ажырасып келіп отыр, 3 айдың ішінде тұрмысқа шығып кеткен, басқа кісіге тұрмысқа шығып кеткен әйел екен. Өмір бойы лағнетке ұшырап кетеді. Міне жақында орындалды сондай бір бәле. Бір ауылдың имамы звондады маған. Ареке, маған айтады, имамбыз ғой, бірімізді танимыз. Біздің ауылдан біреу қыз ұзатты дейді. Бір аптадан кейін кеп қалды ана қыз дейді. Бір аптадан кейін келіп еді дейді. Ертеңіне басқа біреуге ұзатып жіберді. Бұл не болады бұл дейді. Сонда анау есебі дұрыс емес. Құдайды танымаған атана қызының өмірін не істеп жіберді? Өмір бойы Құдайдың лағнетіне салды да жіберіп болды. Міне сауатсыздық. Есептің дұрыс еместігі міне. Өмір бақи кетті ана бейшара әйел. Сөзім соңында айтарым, егер еркек әйелге талақ десе, ажырасам десе, әйел жарайды десе, екеу қырылысып, ұрысып, ажырасатын болып шешім қабылдады. Енді қанша уақыттан кейін толық талақ түседі? 4 ай 10 күн ба? Ажырасып жатыр. Ол 4 ай 10 күн деген күйеуі қайтыс болса дедік қой. 3 ай. Сол 3 айды қайда өткізу керек әйел, шариғат бойынша? Күйеуінің үйінде өткізу керек екен. Егер ер азамат айтса, бар, 4 күнге барып тұра берші десе, сонда ғана кете алады екен ол. Ажырасып жатыр екеуі, қырылысып қалды. Біздің қыздар біле ме осы қағидан, тұрмысқа шығып жатқан қыздар? Егер ажырасып кет, бір боқ қалады ғой, ашуланып қалады, бірдеңе дұрыс емес боқ қалады, біреу айтыр сәл жұмыстан неріп болып келе ме айтыр, білмеймін ғой енді. Сол кезде ажырасатын болып шешім қабылданды, бірақ 3 айды күйеуінің үйінде отырып күту керек екен. Шариғатымыз солай дейді. Не үшін десе, біріншіден ана әйелдің ішінен бізден бала кетті ме, кеткен жоқ па анықтау үшін екен. 3 ай жүріп кететін болса, 3 айдан кейін кететін болса, 3 айдан кейін кету керек қой. 3 айда жүріп екеуі бір-біріне жақындаспаса, татуласпаса, ішінде бала қалды ма, қалған жоқ па, мынадан біліп қояды ғой 3 айдан кейін. Ал екіншісі, бір үйде болғаннан кейін екеуінің қайта жарасып, татуласып кету үшін екен ғой. Шариғатымыз солай айтады ғой. Ал енді күйеу көзіме көрінбей құры десе, 4 күніне барам, басқаға барама, егер 2 айдан кейін сенен бала көтеріп қойыппын десе, менікі емес деп айтуға сенің хақың жоқ енді. Не үшін ажырасып жатқан кезде әйел 3 айды күйеуінің үйінде өткізу керек деген кезде, сол күйге кетіп қалатын болса ше, 2 айдан кейін ана әйел шынымен бала көтеріп қоятын болса, басқа еркекке жақындаған жоқ қой енді ол. Бірақ күйеуіне хабарласа да, сенен бала көтеріп қойыппын десе, шайтан келеді екенде, ол Құдай біледі, сенің балаң ба, басқаның баласы ма деп құртады екен ғой. Баланың өмірін күмәнді балаға айландырып жібереді екен ғой. Сол баланың ертеңгі ар намысы сақталу үшін екен. Сол үшін ата-ана шыдау керек екен 3 ай. Ал енді 3 ай бір үйде тұрып, нете алмағандар бар ғой, ол шын ажырасса болады да енді ол.
Дұрыс па, дұрыс емес па? А біздікілер ше, сумочка қолда, зып еткісең таксиің есік алда тұр, 1 минуттан кейін. Сөйтсе собой кетеді, барғаннан кейін құдағидың түрін намебеді таңын деп ана отыр, мынаяқтан алып тағы бір белен айтады, ана құда оңбаған деп. Екі ортада талай адам туралы не кетеді? Бәрі кетеді оған жерде, екі ортада. Бұны не үшін айтып жатырмыз дегенде, біздің қоғам ажырасудан аман болса екен деп жатырмыз. Еркек болса екен деп жатырмыз. Әйел болса екен. Өзің, мен неке қиғанда осы нәрселерді айтамын да, осыған көнетін болсаңдар неке қияйын. Көнбейтін болсаңдар не қылам? Ертең қайтадан қырылып, төбелесіп. Мысалға, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан хадистерін біздің бүкіл өмірде ғасырлар бойы өтіп жатқан имамдарымыз айтып, кейбіреулері жазып, қалдырып бара жатқан дүниелер. Сол үшін айтарым, кәсіп меңгеріңіздер. Әр жігіттің қолында кәсіп болу керек. Қатын алғаннан кейін қатынға ие болу керек. Ие болу үшін ода білім болу керек. Ертең 40-тан асқан кезде елге ақыл айтатында, елге сөз айтатын жарау үшін есебің дұрыс болу керек. Және достар жинап үлгерің керексің. Мысалы, қандай рахат мені. 40-қа жеткен жоқсың да, бірақ қанша достарың бар да, қандай рахат мысалға. А кейбіреулер құда шақырғанда ешкімі де жоқ қой. Қызын ұзатып жатыр, кредит алып. Біреуден қарыз сұрайын сен бермейді, ешкіммен дос болып үлгермеген, дүние жинап үлгермеген, анау бір бәле деп, болмайтын бір бәлелердің барлығын көзбен көрген, көрмегеннің бәрін ұра беріп, жұрттың малын есептеймін деп, дүние жинамаған, дос жинамаған, ең соңында жаңа құдалық шақырғанда 2-3 ағайынымен, кейбір жерлерде қарасаң құрдастары бөлек тамаққа шақырып, құрдастары бірдеңе сыйлап жатады ана жерде, жиналып барлығы. Енді мен енді өзім келін алған адаммын да, содан біліп отырмын да, андай. Достарыма барамыз, басқаға барамыз. Қалай рахатта? Ағайындарың отыр мына жерде. Анау өлген күннен келіп қатысып отқан жоқ дейді, көре алмай. Күліп ойнап араласып жүрген ағайын. Барын салып қызмет жасап жүрген құрдастарың, достарың. Рахат емес па? Ол сенің еңбегің ғой, ол өмірдегі жинаған. Еңбегің ғой. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Раббым, бүгінгі айтылып жатқан сөздеріміздің қате кемшілігін кешір, Раббым. Айтушыға да, тыңдаушыға да дұрыс амал жасауды нәсіп ет. Раббым, мынау бүгін имандасамыз деп келіп отқан мына бүкіл бауырларымның өмір жастарын ұзақ қыл, дендерін сау қыл, ризық несібелерін адалына молынан бер, берекелді кәсіптер істеуін нәсіп ет. Құдай тағалам сондай бір ақылына көріксай жарлармен отау құрып, екі дүниеде қуантатын ұрпақтар нәсіп ет. Аллах тағала еліміздің еңсесін биік қыл, елімізді сыртын жаудан, ішін даудан өзің аман сақта. Раббым, жеріміздің бір жерінде кеметпей, қиямет қайымға дейін ұрпақтарымызға бұйырта көр. Мына отырған жігіттеріміздің әрқайсысы өз отбасыларына, ағайындарына ие болатындай берекелді, иманды, парасатты қариялардан болып әдемі қартаюын Аллах тағала өзің нәсіп ете көр. Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад ва аля али Мұхаммад ва саллим. Біздің еліміздің әрбір ауылдары арақ ішілмейтін, арақ сатылмайтын, ұрлық жасалмайтын ауылдардан болуына осы тұрған жігіттерді себепкер болуын нәсіп ете көр. Мына қиналып жатқан мұсылмандарымызға Аллахым өзің жәрдем бер, ауыр жатқандарымызға шифа бер. Әрбір күнді хайырлы ет. Раббым, өзіңе шынайы құл болуды, Пайғамбар саллаллаху алейхи шынайы үммет болуды, ұстаздарымызға лайықты шәкірт болуды, ата бабаларымызға лайықты ұрпақ болып ғұмыр кешуді нәсіп еткен болсын. Амин. Аллаху акбар.